айналаны қоршаған ортаны адамдарды кінәлау өте оңай. Ал сол кінәлауды алып тастаған кезде ғана сіз жеңіл өмір сүресіз және өзіңізге жауапкершілік аласыз. Сол уақытта ғана сіздің өміріңізде кішкене болсын өзгеріс болуы мүмкін. Кішкене емес, негізінде өте үлкен өзгеріс болады. Кінәлауды ешкімді кінәламаған кезде, барлық нәрсеге өзіңізді бірінші орынға қойып, өзіңізден талап етіп, өзіңізден жауапкершілік алған кезде ғана, сол уақытта ғана сіздің ішкі жан дүниеңізде басқаша бір өзгерістер болып бастайды. Жаңа айттым, жеңілдік, содан кейін адамдарды бұрынғыдай жек көрмейсіз. Жек көру деген нәрсені алып тастайсыз. Сіз оны кінәламаған кезде ғана алып тастайсыз. Кінәлап тұрған кезіңізде ол адамды жақсы көре алмайсыз сіз. Адамдарды жақсы көрген кезде ғана сіз өмір сүру керемет болады. Керемет. Анау дұшпандар жоқ болады ғой. Ол дұшпандар, ешқандай дұшпаныңыз болмаған кезде, біреуді дұшпан көріп тұрамыз ғой. Мысалға, ол мені көре алмайды, ол мені бүйте алмайды, сөйте алмайды деп дұшпан көріп тұрамыз ғой. Сол ең жаман нәрсе. Қай уақытта сіз оны жақсы жағын көріп, жақсы жаңағы қабылдап, сол уақытта ғана сіз оны қоршаған ортаны, бірінші өзіңіздің отбасыңыздан бастаңызшы. Сосын өзіңізді жақсы көру, содан кейін отбасыңызды жақсы көру, сосын қоршаған ортаңыз, дос-жараныңыз бар, айналаңыздағы бірге жұмыс істейтіндер бар. Әсіресе бірге жұмыс істейтін адамдарды сіз жақсы жағын көріп, өйткені адамдар азаннан кешке шейін жұмыста, өмірінің көпсін жұмыста өткізесіздер. Сондықтан да жұмыстағы адамдарды сіз жақсы жағын көріп, іш тартып, соны жақсы көрген кезде ғана сізге жұмыс істеу өте жеңіл болады. Ал егер ондай болмайды екен, сіздің өміріңіз кәдімгідей тозаққа айнала береді. Шыны керек, ұйқы жоқ, ұйықтай алмайсыз, күндіздің өзінде сізді бойлар жеп жатады, түнде тем более жаңағы ол жек көру, сосын біреуді кінәлау бар жерде тыныш ұйқы болмайды. Соны ескеріңіздер. Тыныш ұйықтаймын десеңіздер, кінәлауды қойыңыздар, жақсы көріңіздер, қоршаған орталарыңыз.